Қарын мен еттен орама тағам дайындаймыз. Бұл ағзаға пайдалы, алуан түрлі дәруменге бай өте зәру деликатес. Алдымен қарынды иіс қоңыстан кетіру үшін дұрыстап жуып аламыз. Оған дейін еттің де дәмін келтіріп тұздап қоямыз. Сарымсақ, тұз, қарабұрышты біріктіріп, тоқтының төс етін түгелмен жағып шығамыз. Қарынды жайып, етті үстіне орналастырамыз. Пияз, қып-қызыл балдар бұрышты қалауыңызша аз көкті ұзыншалап турап, үстінен саламыз. Қарын мен жан-жағын тығыздап орап, жіппен байлаймыз. 3 сағат қайнатамыз. Бу бұрқырап піскен, хош иісті, ыстық қарын орамасының тіл үйретін дәмін бір татсаңыздар, таңдайларыңыздан ешқашан дәмі кетпейді. Ыстық күйінде де, салқын тағам ретінде де ұсынса болады. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен Назик Кук, тек осындай жеңсік ас, керемет таңсық тағамдармен қуантамын.